Армысыздар қадірменді көрермен, мен арнаны дамыту үшін әртүрлі эксперименттерге барып жатырмын. Бүгінде кино шолушылардың видеолары жақсы көріліп жатыр екен, мен де өзімнің жақсы көретін бір фильмімді алып, сіздерге қысқаша баяндап бергім келіп отыр. Арнаны қолдап, жазылып кетіңіз және лайк басуды, төменге лебізіңізді білдіре кетуді ұмытпағайсыз. Фильм басында бізге әртүрлі қыздарды, орта жастағы әйелдерді, тіпті кексе тартып қалған қатындарды да көрсетеді. Олардың арасында ақ нәсілді де, қара нәсілді дейсің бе құдай-ау, латин американдықта нәзік жандылар бар еді. Барлығы телефонда құрбыларына сырларын ақтарып жатады. Гавай аралдарында демалысты қалай өткізгендерін, онда бір жігітпен танысып, онымен қалай махаббатпен айналысқандарын айтып, ауыздарының суы құрып жатыр. Алайда әлдекімнің құлақтарына лапша салбыратып кеткенін аңғармастан бір сәтке ғана созылған қарым-қатынастарынан өмір бойына жететін азық алғандарын толқыныспен әңгімелеуде. Келесі бір мезетте құрбыларына барлығы ол жігіттің аты кім екенін айтып жатқанын көрсетеді. Генри Рот. Ақыры бұл Дон Жуанның өзін де көрсетеді. Жағажайда кезекті бір құрбанның құлағына әдемілеп тұрып бір тебеді де, оның да аузын аңқитып тастап кеткеніне куә боламыз. Түсінгеніміз бұл сері жігіт Гавай аралдарында тұрады немесе сонда жұмыс жасайды. Демалуға келген қыз қырқынға қырғидай тиіп шетінен пытырлатып жүрген бір қызталақ. Анығын айтқанда сол жерде асыранды ірі балықтарға қарайтын адам. Тамақтандырады, денсаулықтарын қадағалайды, емдейді деген сияқты. Генридің осы бір сұйық жүрісі бір сәтте тоқтайды. Әрине оған себеп Лусимен танысуы. Жергілікті қыздармен байланысуға болмайды. Біреуіне шын ғашық болып қалсаң, аяғыңа тұсау, басыңа ноқта деп түсінетін Генридің бұл қағидатына шынайы махаббат қарасын ба? Бір күнде бүкіл ұстанымының күл-талқанын шығарды. Алайда Луси жол апатының кесірінен есте сақтау қабілетін жоғалтқан қыз еді. Ескі ақпараттарды, жол апатына дейінгінің бәрін ұмытпаған, бірақ жаңа ақпараттарды ұзақ мерзімге есте сақтай алмайды. Қысқасы, бүгін болған жайттарды бір ұйықтап тұрған соң ұмытып қалады. Луси үшін әр күн 13 қазан, әкесінің туған күні. Дәстүр бойынша жылда осы күні әкесі екеуі ананас алуға жағажайға баратын болған. Келе жатқан жолда сиырға соғылып, тоқта, осы сюжет сізге таныс па? Осторожно корова әлде тракторшының махаббаты? Мен білсем, тракторшының махаббатында осындай сюжет бар. Лусидің әкесі мен бауыры да қыздың миына ауырлық түспес үшін сол күні болған жайды күнде қайталайды. Қыз дәмханаға барады, вафлиден үй жасайды, газет қарайды. Әкесі газеттің сол күнгі номерін 100 деп алып қойған. Гаражын ақ түспен бояп қойған әкесі мұнысы онша дұрыс шешім болмағанын айтып, қызына қабырғаға сурет салып беруін өтінеді. Суретші қыз бұған қуана келіседі. Кешке әдеттегідей әкесінің туған күнін атап өту, торт кесу сияқты рәсімдер, тіпті сол күнгі көрген сериалдарын қайталап көреді. Бәрін күнде ұмытып қалатын қыз ғана шынайы эмоциямен қарайды. Қалған екеуі күнде көріп әбден жалыққан. Қыз көрген киносының әсерінен арылмаған күйі ұйқыға кетеді, ал әкесі мен бауыры қабырғаны қайтадан ақ түске бояп, ананасты орнына қойып, таңертеңге дайындап қояды. Ал таңертең Луси оянғанда, бүгін әкемнің туған күні 13 қазан деп оянады. Генри қызбен танысқан сәтті сындырып, көңілін бері қаратып қойған сияқты, тіпті таңғасты бір кешпек болған. Ертеңіне келсе, қыз мұны танымайды. Мән жайды сол кафедегі тәтейден естігенде аң-таң болады. Генридің серілігіне аузының суы құрайтын досы, жігітке керегі нағыз осы Луси деп кеңес айтады. Өйткені бір күндік қана қыздарға әуес әулекі жігітке күндегісін күнде ұмытып қалатын қыздан басқа не керек? Ақкөз досы осыны кеңес еткенде, шынайы сезім жүрегіне қонақтап алған Генри мұны айуандық деп есептейтінін жеткізеді. Сөйтеді де, онымен күнде танысып, күнде жүрегін жаулап алуға күш салады.
Қыздың әкесі мен ағасының қарсы болғанына қарамастан дәмханада кездесуге тыйым салса, жолда әртүрлі жағдаяттарды қолдан ұйымдастырып, қызбен әр күн сайын танысады. Қыздың әкесі де Лусидің жігітпен кездескен күні қабырға сырлағанда ерекше көңілді болып, ән салып жүретінін байқап, қарсы болуды қойып, есесіне көмектесе бастайды. Бір күні Генри видео түсіріп, оны күнде таңертең Лусиге көрсетуге қолай жасайды. Қыз күнде оянғанда видеоны көріп, жол апаты болғанын, одан бері біршама уақыт өткеніне қанығады да бір сағаттай жылайды. Алайда болған жайттарға көндігіп, өмірін жалғастыра беруге шешім қабылдайды. Күнде осы жағдай. Да, мэм. Да. А ты козел. Даже выйти из тачки мне не поможешь. Видеоны көру арқылы жол апатынан кейінгі өмірін күн сайын қайталап еске түсіріп отыратын Луси енді видео емес күнделікке өз қолымен жаза бастайды. Әр күн сайын, әр сүйіскен сайын Луси алғаш рет сүйіскен қандай тәтті деп ойлайды. Ал Генри болса, бұл сүйістің 25 шақты рет болғанын, енді келесі кезеңге өту түсініп отырсыздар ғой. Сол туралы ойын тұспалдайды. Ақыры олар бұл кезеңді де бастан кешіреді. Ал таңертең оянғанда қырғын болады. Бірақ мән-жайға күнделігін оқыған соң қайта қанығатта тынышталады. Бір күні ол, мен жігіттің өмірін мәнсіз етіп жатырмын, оған қол байлау болып жүрмін деген шешімге келеді де, қоштасуға бел буады. Қоштасады да. Қыз әкесі мен бауырына масыл болғысы келмей, өзі сияқты аурулар жататын ауруханаға кетеді. Сонда науқастарға суреттен сабақ береді. Ал жігіт өзінің қайығымен теңіз сапарына аттанады. Қоштасарда қыздың әкесі Генриға әлдебір кәдесый берген. Теңізге шығып кеткен соң ашып қараса, Beach Boys тобының хиттары жазылған альбом екен. Лусимен өткен бақытты сәттерді еске салатын дискті сыйлағаны несі деп ойланып тұрады да, кенет өзінің Лусидің есінде мүлде жоқ болуы мүмкін еместігін тұспалдап, қайықты кері бұрады. Расында да қыз оны түсінде көріп, әлдебір тылсымның күшімен оның портреттерін салып тастаған екен. Екеуі табысады. Фильмнің соңында Лусидің таңертең ояну сәтін көрсетеді. Әдеттегідей алдымен видеоны қарау арқылы апаттан соңғы оқиғаларға қанығады. Видеодан Генриға тұрмысқа шыққанын байқаймыз. Тысқа шықса, яқтыда бақытты өмір сүріп жатқанын, қызды болғанын, әкесі де өздерімен бірге екендігін көреміз де, шынайы махаббаттың құдіретті екендігіне тағы бір көз жеткіземіз. Қадірлі көрермен, видео ұнаған болса міндетті түрде арнаға жазылып, лайк басып төменге пікір қалдырыңыз. Бұл мені шабыттандырып, алдағы уақытта да осындай шолулар жасауыма себеп болады. Есен саулықта жүздесейік.